Достар, барлықтарыңа сәлем. Қазір мен сендерге ер адамдарда да, әйел адамдарда да болатын ішті кетіретін бір упражнение көрсетем. Только бір-ақ упражнение, соны күнде таңертең аш қарынға қайталайтын болсаңыздар, онда іштеріңіз 3-4 айда смело кетеді. Просто питаниемен тоже следить ету керек. Мына жаттығу енді прям эффективный, поэтому осы жаттығуды күнде таңертең қайталасаңыздар, вообще өкінбейсіздер. Қазір мен сіздерге түсіндіріп көрсетем. Бірінші сіздер жерге осылай верхний планкаға тұрамыз. Арқамыз полностью плоский болып тұру керек. Және ішіміз былай тұрмау керек, немесе былай тұрмау керек. Бір линияда тұру керек. Аяғымызды осылай жинаймыз, біреуін, сосын екіншісін жинаймыз. Мынау былай тұрып қалмау керек. Бұл төбеде тұру керек. Жібереміз қайтадан, сосын қайтадан жинаймыз. Дәл осы жаттығуды күнде таңертең 30 рет қайталасаңыздар жеткілікті. Одан кейін уже көбейте бересіздер. Только тазбен аяқ қимылдайды. Бізде күш қолға емес, прям животқа кету керек. Аяқта кішкене қиналады басында, кейін ішке акцент беріп үйреніп кетесіздер. Только таз қимылдайды, аяқ қимылдайды и все. Демалған кезде мұрынмен демаламыз, мұрынмен шығаруға тырысыңыз. Айта кететін нәрсе, тыныс алған кезде только тыныс алып қана қоймаңыздар. Іштеріңізді тоже прям напряженный ұстау керек. Іштеріңізді напряженный ұстамасаңыздар, мышцаларға ол әсер етпейді. Мышцы всегда напряженный болып тұру керек, чтобы мышцаларыңыздар реально әсер ету үшін. Просто жасап жатқан кезде өздеріңіз дыханиелеріңізді дұрыстап алсаңыздар болады. Мен қалай демалдым, тура солай демалып күнде қайталасаңыздар жеткілікті. Егер пайдалы болса, сохранить етіп алыңыздар және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока! Қыздар, мына қапталыңыздағы складка қатпар болып жатырған майларды жиналып жатқан этаж болып қайда жасыратыныңызды білмей жүрсіз ба? Утягивающий белье кисеңіз, ол үстіне қарай шығып кетеді. Лифчикпен жасырайын десеңіз, ол астына қарай түсіп кетеді. Не істейтініңізді білмесеңіз, ол тек қана сізде ол жердегі тұрған май емес. Ол жерде бірнеше нәрсе бар. Ең бірінші зубчатые мышцы живота дейді. Осы қабырғамызға жабысып өскен бұлшық еттеріміз қабырғаға жабысып қалады сүйекке. Ол жерде жабысқан жерде лимфа дұрыс ақпайды, ісік пайда болады. Және подкожный біздің тері астындағы майларымыз өсіп кетеді. Сонымен бәрі бір-біріне себеп болып, ол қатпарлана береді. Енді ең бірінші осыны жазу үшін бірінші сүйегімізге, қабырғамызға жабысып тұрған бұлшық етті фасцияны ажыратуымыз керек. Скольжение, яғни сырғанауын жақсы қылуымыз керек. Сол кезде біздің қабырғамызда жақсы мобильный болады, қозғалысы жақсы еркін болады. Қабырғаның тыныс алған кезде кеңеюі, ашылуы, жабылуы жақсы болады. Енді ол үшін тоже қарапайым жаттығулар, мен сіздерге тек қана қарапайым нәрсені көрсетемін. Ең бірінші мектептерде естеріңізде болса, қолымызды екі жаққа осылай созғызатын еді. Оның барлығы, оказывается, пайдалы екен. Енді осы жасқа келіп біліп жатырмыз. Осы екі қапталымыздағы жабысып тұрған фасцияларды ашу үшін дәл сол жаттығуларды жасаймыз, қыздар. Бірінші дәл осылай тұрып, осы бір қолдап тартсаңыз да болады. Осы қапталыңыздың толықтай ашылғанын, тартылып жатқанын сезетін боласыз. Қапталға қарай, алға қарай емес, артқа қарай емес. Дәл ровно бір қапталға қарай. Екінші тәсіл, екі қолымызды осылай айқастырып ұстау арқылы осылай тартыламыз. Бұл кішкене қиынырақ жаңаға қарағанда. 20-30-ға дейін санаймыз, ақырын жібереміз. Екі жаққа қайталаймыз. Және үшінші тоже қарапайым, өте жеңіл тәсіл. Осылай тұрамыз да тіп-тікемізден, екінші қолмен денемізден ажыратпай сырғанаймыз. Тіземіздің тұсына барған кезде ең қиын точкада тоқтаймыз. Мына жағыңыздың полностью тартылғанын сезетін боласыз. Ақырындап орныңызға қайтып келдіңіз, дәл осыны қайталаймыз. Белінде грыжасы бар қыздар, сіздерге мынаны жасап жатқан кезде ауыртатын болса, менің осы парақшамда бар, жатып, бір қапталға қарай созылатын жаттығу. Соны жасаңыздар, сол белге ондай нагрузка бермейді. Пайдаланыңыздар, жандарым. Қазір мен сендерге ұлдарға да, қыздарға да, бірінші живот болады, который шығып тұратын. Ұл адамдарға да, қыз адамдарда болады ол нәрсе. Сол нәрсені кетіретін, плюс таңертең отекті тоже кетіретін бір күшті
эффективный бір жаттығуды көрсетемін. Сол нәрсені қайталаңдар. Прям вау, эффект просто вау болады. Бірінші былай көрсетейін сіздерге. Прям отырамыз, былай ашамыз, кәдімгідей арамызды ашамыз. Примерно бір табан сиятындай, стопка сиятындай, лягушка сияқты. Арқамызды тік ұстаймыз. Бұны ұлы адамдар да істей береді, қыз адамдар да істей береді. Және тұрған кезде қолымызбен ұстап қаламыз. Аяғымыз барынша тіке болуға тырысыңыздар, тіке тұрғызуға. Қолымызбен мына жақты ұстап қалуымыз керек. Немесе қатты қиын болып бара жатса, мына жақты ұстап істесеңіздер болады. Маған қазір оңай, потому что мен көп істеп үйреніп қалғанмын. Отырамыз. Отырған кезде демді жібереміз. Дем аламыз. Дем жібереміз. Дем аламыз. Дем жібереміз. Примерно 30 рет қайталайсыздар. Күнде таңертең. Дәл осылай күнде таңертең қайталаңыздар. И бұл тек қана отек кетірмейді. Разминка, өте күшті разминка, который былай секіргеннен қарағанда осы разминка өте күшті көмектеседі. Тем более жүгірердің алдында болса да, вообще тема жаттығу. Плюс отек снимать етеді, плюс выпирающий животпен кетуге көмектеседі. Не үшін? Потому что бұл тазмен де тоже жұмыс істейді. Тазыңыз дұрыс жасайтын болса, онда выпирающий живот болмайды. Біріншіден, екіншіден гиперлордозбен тоже жұмыс жасайды. Яғни ішіңіз прям бейт шығып тұратын болса, ол жерде гиперлордоз бар деген сөз. А если сіз тіке тұратын болсаңыз, онда гиперлордоз жоқ. Сол гиперлордозды құрту үшін осы жаттығуды жасасаңыз вообще тема. Пайдалы болса, сохраните обязательно. Потом каждый день повторяйте и все. Кім арықтағысы келіп жүр, калорияны мощный жігат ететін самый эффективный жаттығулармен бөлісетін боламын. Сол үшін видеоны до конца қара. Мына жаттығуда енді ішің жанады, бірақ оны өшіре алмайсың, сразу айтып қояйын. Арқаңның барлығы полностью жерде жату керек. Аяғыңды көтеріп жатқанда дем аласың, жіберіп жатқанда дем жібересің. Плоский живот қаласаң, осыны көбірек жаса енді. Келесі жаттығу выносливостьыңды көбейтеді. Бұл жаттығу мышцы кораңды укреплять етуге көмектеседі. Ана қолыңдағы майларды кетіп қалатын болса, онда таңғалма. Осанкаң түзу орналассын десең, осы жаттығуды қалдырмай жаса. Келесі жаттығу алдыңғы жаттығуға ұқсайды. Бұл да сол функцияларды атқарады. Бірдей функция атқарады екен деп мына жаттығуды істемей қою жоғын. Бұны қалдырмай істе. Сосын жаттығулардың барлығын асықпай жасаңдар. Асыққан шайтанның ісі дейді. Нормальный результат алғың келсе асықпа. Мына жаттығу оңай көрінуі мүмкін. Бірақ сен бірінші істеп көр, сосын көресің оңай ма жоқ па. Тізеңді жерге түсіріп көтересің. Көтергенде дем аласың, түсіргенде дем жібересің. Келесі жаттығуды істемей қою жоғын. Мынау енді точно калорияны күшті жағады. Морская звезда деген жаттығу бұл. Көтерілген кезде дем аласың, жерге жатқан кезде демді жібересің. Мына келесі жаттығу пресске арналмаған. Бұл ана поперечный мышцаларын қатайтады. Ішіңнің астындағы домикті кетіруге көмектеседі. Басыңды көтергенде дем аласың, жібергенде дем жібересің. Мына жаттығуды ештеңе айтпаймын, жасай бер. Плюс бұл сенің ягодицаңды потянут етуге көмектеседі. Главное, асықпай жаса, асықпай. Менің осы жаттығуымды жасап қыздар TikTokта 9 килограмм тастап. Тағы да күшті жаттығулар алғыларың келсе, оны күні менің марафоным басталады. Балу Fit деген мини-ап приложениесімен болады. Толық ақпаратты менің Instagram парақшамнан көре аласыңдар. Қазір марафонға тіркелу жүріп жатыр. Арықтағыларың кеп немесе масса қосқыларың кеп жүрсе, менің марафоныма қатысыңдар. Өкінбейсіңдер. Марафонға қатысу бағалары да толық ақпаратта барлығы менің Instagram парақшамда тұр. Жазда ұялмай, майың шықпай купальник киген келсе, сені марафонымда күтемін. Видеом пайдалы болса, енді тіркелетін шығарсың да. Енді алдын ала рахмет енді. Давай, марафонда күтемін.